Ел жаңалықтарына ораламыз. Атыраудағы бекіре тұқымдас балық шабақтарын өсіретін зауыттардың бірінен биылғы алғашқы шабақтар жайыққа жіберілді. Алдағы 10 күнде 2 миллион шоқыр шабағы зауыттан ашық айдынға шығады. Жалпы аталған аймақтағы 2 зауыт жылына 7 миллион бекіре шабағын өсіріп, ортақ теңізге қосуды міндеттенген. Бұл жыл санап тұқымы құрып бара жатқан бағалы бекіре балығын сақтап қалудың басты жолы дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Арыстанбек Кенже толықтырады. Бүгінде бекіре шабағын өсіру зауытында қарбалас шақ. Себебі шабақ өсірушілер айлар бойғы жұмыстың жемісін сарапқа салады. Бұл шабақтар осыдан 1 ай жарым бұрын осы зауытта олдырықтан алынған өнімдер. Қазір балық қорын қорғаушылар мен ихтиолог мамандардан құрылған арнайы комиссия сараптап, табиғи ортаға бейімдеп тапқандарын өзенге жіберуде. Биылғы жаздың жаңбырлы болуы тоғанда өсірілген шабақтардың дұрыс өсіп жетілуіне жағдай жасады дейді мамандар. Былтырғы жылға қарағанда биылғы балықтарымыз көп болды және өсу қарқыны да жақсы болды. Биыл ұзақ мерзім ұстадық. 2 айдың ішінде өсімі 12-15 граммға дейін өсті. Балықтардың өсімі де жақсы. Норматив бойынша 3 грамм болатын болса, қазіргісі 5-7 граммның қарарында. Және де шығып отырған көлеміне қарағанда бұл зауыт өзінің мемлекеттік тапсырмасы 2013 жылы шыққан 3 миллион жарым бекіре тұқымдас балықтардың шабағын орындайды деп сенуге болады. Атырау облысында бекіре шабақтарын өсіретін осындай 2 зауыт жұмыс жасап тұр. Олар жыл сайын 7 миллион шабақ өсіріп, ортақ теңізге қосып келеді. 2020 жылға қарай осы зауыттардың қуатын жылына 30 миллионға жеткізу жоспарланған. Сол кезде Қазақстан бекіре шабақтарын өсіру жөнінен әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарына енетін болады. Арыстанбек Кенже, Әзілхан Уақитов, Амантай Матенов, Хабар агенттігі, Атыраудан.